Бүгінгі күні мейрам кіріп келген барлық Қазақстан темір жолы мен бірінші барлық коллегаларымды құттықтаймын. Екінші, мынау бүгінгі жұма барлықтарымызға мүбәрәк болсын. Екіншіден, өзімнің мынау ТШ-32 Арыс қаласындағы барлық коллегаларымды келатқан мейрамдарымен құттықтаймын. Және де осы құттықтауға жеткізіп атқан, марапттап атқан біздің ТШ-32 Өтеген Қалдыхан Нышанбекұлына да көп рахметімді айтамын. Осы еңбегімізді бағалап осындайға сыйға жеткізіп отқан. Одан кейін өзім Арыс қаласында 66 жылы өмірге келдім. 87 жылы армиядан келіп, осы теміржол саласына слесарь болып кірдім. Слесарь болып кіріп, 2 айдан кейін қысқа мерзімді помощник тепловозын оқып, помощник машинист тепловозында жұмыс істедім. 90 жылы машинист электровоз курсына барып, соны бітіріп, 93-те екінші класс классын алдым. Одан кейін 97 жылы екінші класс машинист осы Алматы қаласында марапат алдым. Қазіргі таңда осы темір жолда істеп атқан 35 жыл болды. Барлық осы нелерге жастарға, қазіргі уақытта жастарға жұмыс жоқ қой, жұмыс көбейсе екен дейміз. Солар жастар артымыздағы келатқан ұрпақтар ғой. Сол Құда қаласа біздің жолымызды беріп, осындай марапаттауға, осындай барлық жерге қазақтың жақсы азаматтары өніп өссе екен деймін.